Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін бізде терең мағыналы философиялық бөлім. Жақсы мен жаман бар ма? Барлық аурудың емін табу. Енді кімге керек? Көбісіне қызық болатын сияқты. Жайғасып көрейік. Үшкір тістер. Дәл осылай бірінші анимация аталады. Міне басты кейіпкер. Динозаврдың қандай түріне жататынын мына мультиктен білетін шығарсыңдар. Я, дұрыстап суретке қарасақ, ешқайсында тістері жоқ. Кішкентай болғаны үшін емес, өйткені олар жыртқыш емес. Шөп жейді. Дәл осыны анасы баласына түсіндіреді. Қорықпа, саған бұл жерде тиіспейді. Олар да біз сияқты тіссіз дейді. Міне осылай ол баласына тәрбие береді. Бір кезде тез жүгіретіндер қашып, ал ұзындар кете бастайды. Осыны көріп, анасы алаңдайды. Табиғаттан олар баяу болғандықтан бір орында тұрып, жаудан қорғана бастайды. Бір кезде қайдан шыққаны белгісіз, жыртқыш келіп, баланы өлтіреді. Аналық сезімдері қираған, қорқып, сол жерде қалады. Вот оңбаған десек, өліп қалсын деп тағы да біреулер қосады. Алайда мына мультик бізге біреудің жаманшылығы жаман емес болуы мүмкін деп түсіндіреді. Дәу жыртқыш жай ғана өз балаларына тамақ әкеледі. Бұл анимация жақсы мен жамандықты түсіндірмекші. Әлем ақ-қара емес, және жақсы жаман жоқ болуы мүмкін емес. Я, жануарларды өлтіруден бастасақ. Сендердің көбісі ет жейді деп сенемін. Біз солай тәрбиелендік. Столда тұрған тамақ басында қалай болғанын ойламаймыз. Өйткені тамақты біз өлтірмейміз. Жай ғана дүкеннен сатып аламыз. Алайда жануарлар фермасының қандай халде екенін білсек, көбісі вегетариан болып кетуші еді. Бұл жайлы көп айтуға болады, бірақ адамдар өзін жаманмын демейді. Ол өзін ақтайды. Мысалы, біз солай келе жатырмыз. Табиғатымызда біз жыртқышпыз деген сияқты. Қалай десек те, балаға егер жақсы ниетпен ет берсек, қарны тояды. Ал жануарларға біз осылай зұлымдық істейміз. Адамзат жақсы жаманнан өзіне керегін алады. Табиғат жақсы жаман дегенді білмейді. Адамға өлім әрқашанда жаман болып келеді. Почти. Ал табиғат, окей, ол өлі дене, оны құрт жейді. Жақсы жаманды ол адамдар үшін тапқан сияқты. Біз үшін ол жақсы. Әрине, дін немесе заң болмаса, әлемде хаос болушы еді. Бір сөзбен айтсақ, жалғастырмас бұрын менің айтарым бар. Осы видеода 2 миллион лайк жинасақ, мен қорқынышты мультиктер жайлы шығарамын. Барлығы өз қолдарыңда. Келесі анимация крем деп аталады. Ол Дэвид Фирттің туындысы. Естеріңде болса, өсімдікті ішінде асыраған жігіт жайлы мультикте мен Дэвид Фирттің мультиктерін болашақта тағы көреміз деп айтқан болатынмын. Сөйтіп, мультик басында Тоқаев адамзатқа 6 жыл бойы компаниясы немен айналысқанын көрсетеді. Жаңа модификацияланған, бастысы қолжетімді крем. Әрине бәрі таң қалады. Тоқаев осымен тоқталмайды. Сахнаға мұрны сынған жігітті шығарады. Бұл крем сынған жерлерді де емдейді екен. Қолы жоқтың қолын өсіреді. Әрине адамда бір ғана сұрақ бар. Оған Тоқаев крем проблемасы бар жерлерді тауып, сол жерлерді реттейді дейді. Туысың өлсе, ол проблема емес. Телевизор істемей қалды ма? Жаға сал. Ескі Жигули қаныңды ішті ма? Крем жаға сал. Адамзат проблемаларын осылай ешқашан оңай шешпеген еді. Кедейшілік, қарттық, ұсқынсыздық, аурулар, ақмақтық, бұның бәрін емдейді. Әрине, бәрі қолдана бастайды. Экология проблемасы, соғыстар, аштық. Бір қарасаң, бәрі керемет. Проблема жоқ. Не қаласаң, бәрі бар. Бірақ бізге осы мәселе ұнамайтын адамдарды көрсетеді. Оларға крем көмектеспеген сияқты. Өйткені неге олар бізге артымен қарап тұр? Жарайды, негізі бұл әлемді басқарып тұрған адамдар. Мемлекет адамдарға бір әсерін тигізеді. Түсінген шығарсыңдар. Жан-жақта болып жатқан нәрсе оларға ұнамайды. Сол үшін тез арада газет бетінде бұл крем депрессиямен байланысты екенін жайлы ақпарат таратады. Ол рак, спид тудырады. Оның авторы маньяк. Ал құрамында нәрестелер бар дейді.
Так, осы жерден тоқтайық, өйткені жесть болып кетті. YouTube, мен бұны қолдамаймын. Бұқаралық ақпарат осы теманы қозғайды. Сөйтіп соңында бәрі қирай бастайды. Анимация мағынасы түсінікті. Біреуге бәрі жақсы болған тиімсіз. Осы жерден неше түрлі теория шығады. Осының ең қорқыныштысы креммен ауыру. Ғалымдар рак ауруына қарсы ем тауып қойған, алайда оны ешкімге айтпайды. Әрине өзіне қолайлы ету үшін. Өйткені фармацевтикаға адамдардың ауруы тиімді болып келеді ғой. Қымбат дәрі-дәрмектермен ақша жасайды. Немесе білім беру системасына келсек, әр жыл сайын біз мемлекетте білім азаюда деп естиміз. Осы жерде анимациямен параллель жасасақ болады. Жоғарыдағыларға өз халқына бәрібір екенін айтады. Мемлекетті жақсарту емес мақсат. Мақсат ақша сору. Қай мемлекет жайлы айтылып отырғанын маңызды емес, өйткені түсінікті шығар. Білімсіз адамдар мемлекет үшін өте тиімді. Әрине, қысқа мерзімді жұмысқа. Білімсіздердің білімдіге қарағанда уақыттары аз. Олар қоғам қандай екені жайлы көп ойланады. Солай көп сұрақ қояды. Әрине, ол кімге ұнайды? Сөйтіп қорытындылап келсек, біреудің проблемасы басқаға тиімді болып тұратын адамдар әрине болады. Мысалы, соғыста да адамдар өлсе, басқалары олар арқылы көп ақша табады. Келесі анимацияға қарасақ, ол Киберпанк плюс Черное зеркало плюс Detroit Become Human плюс Deus Ex. Қысқасы, кибер нано фантастиканы жақсы көретіндерге ұнайды. Анимация жақсы достар деп аталады. Басында мейраммен басталады. Жігіт туған күнін достарымен өткізеді. Ал олар шынайы емес. Бір кезде олар қатып қалады. Отырысты жалғастыру үшін жігіт нано тамшыларды көзіне тамызады. Заряд толтырып, достары қайтадан тіріледі. Бізге олар өткізген керемет кешті көрсетеді. Бірақ жігіт байқаусызда тамшыларды сындырып қояды. Ол шошығаннан ванна бөлмесіне кіреді. Ол жерде тағы тамшы болу керек сияқты. Алайда ол жерден ештеңе таппайды. Ол далаға шығып, ұзын кезекке тұрады. Ал досы оған басқа автоматты тауып көр дейді. Олар үй арасына кіріп, автоматты тауып, ақыры тамшыны сатып алады. Thank God you're back. I really thought I was going to lose you. What? Come on. I'm not going. Where? Бұл красавчик кім деген сұрақ туған шығар. Бұл осы жердегі нано гопник. Ол жігіттің басындағы құрылғыны алғысы келеді. Бұл адам басына салынған имплант сияқты. Әрине, жігіт қарсы тұруға тырысады, бірақ гопник мықты болып шығады. Сөйтіп, әйнекпен ол құрылғыны жұлып алады. Біраз уақыт өтеді. Бізге үйдегі тыныштықты көрсетеді. Жігіт жуынып, жаңа имплантқа қуанады. Бұл анимацияны көргенде ойға ең алғаш келетіні ол виртуалды достарды наркотикпен байланыстырады. Барлық жерде пробирка шашылған. Ал достарсыз аз уақыт болсын өмір сүру мүмкін еместігін көрсетеді. Сол үшін жаңа доза қажет. Айтпақшы, бұл қаншалықты болашақ екенін көре алмадым. Ал тамшы 60 биткоин тұрады екен. Қазір ол 150 миллион теңгедей тұрады. Бірақ қазір биткоин тұрақсыз болғандықтан мүмкін 100 жыл немесе 10 жылдай шығар. Білмедім. Қалай десек те, бұл антиутопия болашақта виртуалды әлем нағыз әлемді алмастыратынын көрсетеді. Жаңа буынның тұйық екендігі жайлы бәрі айтуда және айта беретін сияқты. Сөйтіп, виртуалды адам адамнан алшақтатады. Осымен бітті достар. Арнаға тіркеліп комментарий қалдырыңыздар. Қазақша YouTube дамысын.